Абу Ханифаның ата-анасының оларға Алланың мейірімі мен сәлемі болсын танысу тарихы шындығына таңғаларлық әдемі оқиға. Бұл оқиғаға Нұр сүресінің 26 аятында таза ерлер, таза әйелдер үшін деген аятқа саймаса келеді. Сабит ибн Зута бір күні жол жүріп келе жатырып, жеміс бағын көрді. Ол Абу Ханифаның анасымен үйленбес бұрын болған кезде. Өзіңіз ойлап көріңіз, тәп-тәтті болып албырап пісіп тұрған әртүрлі жемісті көргенде қарап тұра аласыз ба? Ол шыдай алмай бір ағаштан алма алып жеп қойды. Одан кейін кінәсін түсініп, өзін біртүрлі сезінді. Жеміс бағының қожайының үйіне барып, мен сіздің бір жемісіңізді жеп қойдым. Енді оның ақысын қалай төлесем болады? Сізден рұқсат сұрамағаныма өкінемін. Қатемді қалай түзесем болады? Деп айтты. Бақтың қожайыны, сен шынымен өз қатеңді өтегің келе ме? Онда менің қызыма үйлен. Ол құлағы керең, соқыр, әлі мылқау және кішкене башы жасамайды. Ол қалай айтсам болады, көп нәрсені түсіне білмейді, дейді. Сонымен, ол қыздың құлағы естімейді, сөйлей алмайды, онымен қоса кейбір нұсқаларда көзі де көрмейді. Түсінтірсіз бе? Енді бұл ой Сабит ибн Зутаға жағымды көрінбейді. Қожайын сұрайды, әлі де рұқсатымсыз жемісімді жеп қойған қателігіңді түзегің келе ме? Сабит оған ойлануға мұрсат беріңіз, дейді. Кішкене соң қайта келеді де, егер бұл қателігімді кешіретін жалғыз мүмкіндік болса, мен келісемін, дейді. Субханалла, ол бір алма үшін ақырет күні болатын Алланың жазасынан қорықты. Осылайша ол бірінші рет қыздың бөлмесіне кіреді де, тіпті назарына салмастан «Ассаламу алейкум» деп айтады. Ал қыз кенеттен жауап береді: «Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи баракатух». Ол таңғалып, сен мені не істеп тұрсың ба? Сен сөйлей аласың ба? Сен мені көріп тұрсың ба? Және де сен сондай әдемісің ғой. Бұл қалай болғаны? Сенің әкең маған сені мүлдем басқаша айтқан еді. Сонда қыз тұрып, мен Алланың ашуына тиетін бүкіл нәрсені естуге келгенде саңғыраумын. Және өсек, өтірік, жаланы тыңдамаймын. Өз құлағымды пұтқа табынушылардың әңгімелесінен сақтаймын. Мен жай ғана оларды тыңдамаймын. Сонымен қатар мен Аллахтың ашуына тиетін сөздерге келгенде мұқаумын. Және Аллах тағала қарауға харам еткен нәрселерге де көзім соқыр. Мен әдейі түкке тұрарсыз ілімдерге келгенде қабылдамайтын болып қаламын. Мен әдейілеп сондай нәрселерге мән бермеймін. Субханалла. Қыздың жауабы осындай болды. Олар үйленді және Абу Ханифа дүниеге келді. Алланың оған мейірімі болсын.